Бүгін шерифлеріңіз хайырлы olsun, яна авто базар ертесі күні ве Қырым ишғалінің 1060 күні кечмекте. Студияда Муслим Умеров чалыша бізім шымдеке эфирімізде бойле хаберлер. Америкалылар Трампқа қаршы чықалар. Fuck you. Порошенко Чубаровға орден тақдим етті. За значний особистий внесок у державне будівництво. Бірлік күнінде Украина президенті екәне олмасының кереклігіні қайдетті. Русияның мақсады бұтын Украина. Украина бірлік күнні қайдетті. 1919 сенесі январының 22-сінде Киевдегі София мейданында Украина өз бірлігі ақында илян етіп, Украина девлеті тізілді. 17-ci asırdan başlap 20-ci asırının başına kadar Ukrayna toprakları Polonya, Rusiya ve Avstriya, Macaristan ülkeleri arasında bölüngen idi. Ukrayn siyasi ve dini liderler asırlar devamında millet gayesinin şekillenüvü üzerinde çalışaydılar. 2011 senesi Viktor Yanukovych resmi seviyede birlik gününün kaydetmesini lağu etti. 2014 senesi Prezident Petro Poroshenko'nun kararı esasında bayramının kaydetmesi yanıdan düzeldi. Украина президенті Петро Порошенко Украина ватандашларына байрамнен хайырлады. Президент шуны қайдетті ки девлетіміз бөлінмес, оның топрақлары мустақил девлет теркібіне кірмекте. Бұнымен бәрабер президентінің ишандырғанына көре, бір кімсе девлетіні бөліп, душманға ишғал етілген территорияларыны беріп оламаз. Мета Росії не є Донецьк чи Луганськ. Русияның мақсады тек Донецк яда Луганск дегіл, Русияның мақсады бұтын Украина. Тек Қырым яда Ақяр дегіл. Мен президент оларақ мүмкін алған бұтын қануни ұсулар еле девлетіміздің бозылуына қаршылық білдірежем. Спробам дестабилизувати нашу країну. Рифат Чубаров азатлық унванынан әйел олды. Украина бірлігі күні чәрчевесінде Украина президенті Петро Порошенко Украина халық депутаты ве меджлис рейсіні хайырлады. Чубаровның фікіріне көре бүгін ең мұйым меселе Украинаның яныдан бірлішігі ве ишғал етілген топрақларының азат етілівідір. Девлет құрылышына айры иссе қошқаны илми, техники, медини ве тасил ингишафы үшін Украина жемиетінің пекетмесі ве еллар девамында инсафлы иш япқанындан себеп Чубаров Рифат Абдурахманович азатлық унванынан әйелола. Я приймаю цю нагороду. Мен бұл мүкефатыны Украинада юзлерже ве юзбинлерже яшаған ватандашларына Қырым-татар Украиналы башқа миллет темсилчилеріне олған миннетдарлығы оларақ қабыл етем. Қырымда яшағанлары Украина девлетіне садық қалып, шерефінде яшамақталар. Бойле парлақ күнінде бізнен берабер Ахтем Чигос, Али Асанов, Мустафа Бегерменже, яқын достым Микола Семена ве юзлерже башқа саяси мәбүслерінің бұлынғаны үшін әрше япаджам. Мустафа Бегерменже. Дүнияның 20 мемлекетлерінде Stop Putin War in Ukraine, яғни Украинадаки Путиннің женкіні тоқтатма акциясы кечті. Наразыжылар Русия президентіне өз талапларыны білдіргенлер. Украина территориясындан ишғалжи ордуларыны чықармақ, ОБСЕ миссиясының ішіні кенешлетмек ве Русия ве ишғал олынған Қырым аписханелерінде қанунсыз аписте болынғанларыны азат етмектір. Бүгін Страсбургта Авропа Шурасының парламент ассамблеясының сессиясы ачылacak. Чаршенбе күні Украин меселесінің музакересі планлаштырылған. Парламентарийлер эсас диққатны ислатларының көрсетілув эснасы Украина шарқында Русия истилясы ве Қырым ишғали меселелеріне айыржақлар. Страсбургта пассе депутатлары огүнде Қырым саяси мәбүслерінің адвокаты Николай Ползов чықышта болынacak.
Трамп президентлігінің бірінші күнінде миллионларча Америка ватандашлары наразылық акцияларда иштирак етті. Америка Кошма Штатларының пайтақтының соғықларына ярым миллионға якын инсан чықты. Вашингтонда қадынлар маршы акциясы кечті. Акция Фейсбукта язылған посттан башланып, бұйу халқара наразылық әрекетіне чеврілді. Вашингтондан ғайры акциялар бүтін дүнияның 60-100-ден зияде шерлерінде кечті. Бүгін саба тұрып Вашингтон постына алдым. Серлевасы есе Трамп акимиет елбашчылығында тура язылған. Trump takes power. I don't think so. Мен разы дегілім, акимиет мында. Американың чоқлығы бұ біз. Here's the majority of America right here. New president vows. Оқыйым, яны президент Америка белеларына екін чекечек. Трамп эфенди, бұ біз Трамп адлы белеларыны тоқтатачақмыз. The Trump carnage. The next 1459 days of the Трамп Trump мемуриетінің невбеттіки administration 1459 күні күреш күнлері олачақ. Бүтін ерлерде күреш, мектеп, иш, бізім санатымыз ве музыкада күреш. Бұ тек башланғыч. in the classroom. This is just the beginning. And to our detractors, Бізім маршымыз бір шеге кетірмейжек деп түшінген дұшманларымызға бұны айтмақ істейм. add up to anything. Fuck you. Бұнымен яйынымыз сонына келе невбеттіки заман эфиріні қачырмаңыз. Көрішмек үзірем.